Екі келінін бірдей әмеңгерлікке алам деп толап отыр. Күйеулерінің топырағы кеппей жатып, қайнағасына жабысқан келіндерде еш жоқ екен. Болған оқиға. Кәрі түйе ойнақтаса жұт болар демекші, 60-қа келгенде күйеуім аттай тулап, тоқал алам деп жұлқынып отыр. Басқа жақтан алса мейлі ғой. Туған інілерінің бірі емес, екі әйелін қатар алам деп қарабет болды. Біз ауылда қарапайым тіршілік кешіп отырған адамдармыз. Күйеуім оқымаған, неше жыл шопыр боп істеген. Қазір ауыл мен қаланың ортасында адам тасып, нәпақасын тауып жүр. Ал мен мектепте математикадан сабақ берем. Зейнетке шығуға әлі 3 жылым бар. Аллаға шүкір, жалақым жақсы. Сол айлықтың арқасында 5 баланы оқытып, алдыңға екеуін үйлі жайлы еттік. Күйеуім үйдің үлкен баласы. Өзінен кейін 5 бауыры бар еді. Екі қайным араға 2 жыл салып бақилық болды. Бірі бауырдан, екіншісі авариядан кетті. Үлкен қайным қалада тұратын, тамаша адам еді. Менің күйеуімді әкешем деп еркелететін. Маған мама деп қояды. Әке-шешесінің көзі кеткесін бізді жанына медет тұтқан түрі еді ғой. Үйіне шақырса төрінен орын беріп, мәртебемізді асқақтатып жүретін. Аңқылдаған ақ көңіл қайнымды шыр айналдырған ауру ақыры алып шында. Жанның қиналған тіпті үйіндегі келінге де білдірмеген екен. Асқынып жатып қалғанда бірақ білдік. Ота жасауға қайнымның өзі келіспеді. Көрер жарығым осынша болған шығар. Бәріне ризамын деп ана дүниеге аттанып кетті. Оның 2 ұл, 2 қызы бар. Келінім де мектепте істейді. Яғни өздері нан тауып жей алатын шамасы бар. Қайнымның жылдық асын өткізіп болғасын, күйеуім бір әңгіменің шетін шығарды. Мен інімнен қалған балаларды өз балаларымнан кем қылмай өсіруім керек. Оларға енді мен қамқор боламын деп қалды. Қалай қамқор боласың? Бөліп беретін дүниең көп пе? Табысыңның түрі анау, балалары ержетіп қалды ғой. Алды студент, өздері еңбектенсін. Сен мына баланы үйлендіруді ойлан деп сыпайы түрде қарсылығымды білдіргем. Сөйтсем, бұл күйеуім қалаға барған сайын қайнымның үйіне соғып, келіннің жылы жұмсағын жеп жүріпті. Білген кезде үйде үлкен жанжал шықты. Қайнымның үлкен қызы студент еді. Оқудан ерте келіп қалғанда атасы мен шешесінің ұят тірлігін көріп қалып, үйінен кетіп қалған ғой. Сабылып іздеп таппағасын әулеттің чатына келін жазып іздеуге көмек сұрады. Неге кетті, қалай болды деп сұрастырдық. Бәленің бәрі біздің шалдан шыққан. Тәте, есіңіз дұрыс па, бұл не бәле деп қарындастары қырғын шығарған. Бұл әмеңгерлік келіннің басы жас. Жесірліктің зардабын тартпауы керек деп бет бақтырмады. Сен оларға атасың ғой, тоқтат мұндайыңды деп әулеттің үлкендері сабырға шақырып, бәрі басылғандай болған. Бірақ ара-тұра екеуінің кездесіп жүргендерін ішім сезді. Көк тиыны жоқ жаман шалыма қарап, ар-ибадан аттаған келінді көрерге көзім жоқ. Менің есігімнен аттаушы болма деп ұрсқам. Көреріңді көрмей, көрге кірмейсің демекші, күйеуімнің өнері мұнымен бітпепті. 2 жылдан кейін кіші қайным дүние салды. Басқа қалаға газелімен жүк таситын еді. Апатқа ұшырап, артында 5 баласы мен келін қалды. Олар ауылда тұратын. Бәріміз жиылып 70-40 жылын өткізіп алдық. Өткенде жұмыстағы бір мұғалім: апай, сіздің күйеуіңіз келініңіздің үйіне жиі барғыштап жүр, тыныштық па деп бір әңгіменің шетін шығарды. Барса не бопты, туысымыз ғой, жесір әйел, хабарын алайын деген шығар деп әңгімені басқа жаққа бұра салдым. Бірақ көкейге күдік түсті. Оны естігесін тыныш жатам ба? Мектепке барарда, келерде келін тұратын көшемен өтіп бақылауға алдым. Қалаға кеттім. Адам шықты деп шығып кеткен күйеуімнің көлігін бір күні сол жерден көріп қалдым. Үндемей үйіне кіріп барсам, екеуі бір-бірінің аузына тамақ салып отыр. Ойбай, қартайған мыржым-тұржым шалының аузына ауқат салып отырған келінде де еш жоқ па деймін. Жұрттан да ұялмайды екен. Қайнағасымен ойнастық жасап беті бүлк етпей отыр. Мені көріп тосылып қалды да: «Женше, мен де жаспын ғой, түсініңізші» деп жылап жіберді. Мұның да арты үлкен дауға ұласты. Ағайынның бәрі естіді.
Әй, есің ауысты ма? Елге қай бетіңмен қарайсың? Балаларыңнан ұялмайсың ба деп көрші ата жиналыс жасап ақылға шақырмақ болды. Бірақ менің алжыған шалым екі келінге де өзім бас көз болам деп бет бақтырмай отыр. Бай болып миллиондап тауып жатса не істейтінін білмеймін. Жаман шопырдың бір емес екі келінді өзіне қаратып алған әлі түсіне алмай отырмын. Бір анадан туған бауырлардың арасы осылайша ажырап бара жатыр. Бір-бірімен араласуды қойды. Бәрі ағаларына өкпелі. Екі келін екі жақта қара бет болып отыр. Байларының топырағы кеппей жатып төсек іздеп басқа емес, туған қайнағасымен арсыздыққа барғаны ешкімнің ақылына сыймайды. Құдай сана бермесе қиын екен. Мұның арты немен аяқталарын білмеймін. Бір білетінім, күйеуіме деген реніш, жек көрушілікке ұласып бара жатқан сияқты. Бұрын алдын кеспей сыйлаушы едім. Қазір оның бар жоғы бәрібір боп қалды.